Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жасау жолы өте қарапайым, бір жасағаннан ақ ойдағыдай шығатын дәмді круассандардың жасау жолымен бөлісетін боламын. Кенде отызымызға 1 стакан жылы сүт және 1 стакан жылы су құямыз. Бетіне 1 ас қасық дрожжымызды салып, 2 ас қасық қантымызды салып араластырамыз. Бетіне бөлме температурасында еріп тұрған 100 грамм сары майды және 2-3 ас қасық күнбағыс майын құямыз және араластырамыз. Бетіне 1 жұмыртқаны салып және екінші жұмыртқаның ағын саламыз да сарысын бетіне жағуға алып қоямыз. Венчиктің көмегімен толықтай араластырамыз. Араласқан массамыздың үстіне електен өткізіп ұн салатын боламыз. Шамамен 5-6 стакандай ұн кетті. Ұнды аз-аздан сала отырып араластырамыз. Массамыз қоюланғанда қолымыздың көмегімен жұмсақ, жабыспайтын тесті илейтін боламыз. Міне біздің тестіміз қоюланып, осындай қамыр шықты. Енді қолымыздың көмегімен жақсылап тұрып иін қандырып аламыз. Міне бізде осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шықты. Ыдысымызға салып, бетін жауып, шамамен 1-2 сағатқа көтерілгенше қоятын боламыз. 1 сағаттың үстінде уақыт өткен екен, менің тестім осылай көтеріліп қалыпты. Енді қамырымызды теңдей 6 бөлікке бөліп аламыз және домалақ форма жасаймыз. Қамырларымызды бір-бірден алып, оқтаудың көмегімен домалақтап жайып шығамыз. Шамамен 2 сантиметрде қалыңдықта осындай домалақ жайылған қамырларымыз шығады. Жайылған қамырларымыздың бетіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды түгелдей жағып шығатын боламыз. Шет жақтарына жақпай-ақ қойсаңыз болады. Майымыз жағылған қамырымыздың бетіне екінші қамырымызды жайып, шет жақтарын жабыстырып, бетіне май жағамыз. Міне осы әдіспен бүкіл қамырларымызды жинап шығамыз. Тек беткі жағындағы қамырға ғана май жақпаймыз. Және шеткі жақтарын жақсылап тұрып, жапсырып, біріктіріп шығыңыз. Міне соңғы қамырымызды салып жапсырып шықтық. Енді оқтауымызбен жайып шығатын боламыз. Пышағымыздың көмегімен теңдей 4 жаққа бөліп, осындай формалар шығарамыз. Шеткі жақтарын осылай кесіп шығамыз. Салмасына мен вареный сгущенка қолдандым, немесе повида қолдансаңыз болады, немесе еш нәрсе салмасаңыз да өте дәмді шығады. Вареный сгущенканы шеткі жағына аз-аздан салып шығамыз және видеода көрсетілгендей етіп жайлап ораймыз. Шеткі жағын аздап жапсырып жіберіңіздер, өйткені вареный сгущенка ағып кетуі мүмкін. Астына пергамент қағазын жайып, круассандарымызды алшақта орналастырамыз, өйткені көтерілгенде үлкейеді және бетін сүлгімен жауып қоямыз, шамамен 10 минуттай тұратын болады. Аздап қана көтерілген круассандарымыздың беттеріне жұмыртқаның сарысын жағып шықтым. Жұмыртқаның арасына азғантай ғана сүт немесе қант араластырып жақсаңыз да болады. Толықтай шет-шетіне жағып шығамыз. Алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізге қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Сіздің газыңызға байланысты, егер газыңыз қатты болса, онда 150-160 градуста пісіріп алыңыз. Астарыңыз дәмді болсын, өте дәмді круассандар шықты. Шайға жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, төменге комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.